Мінекей, сүйегі түгіл түсіп жатыр. Тағы да бір екі үш сағат тұрса, сүйегі түгіл паштет сияқты болып түсіп қалады. Баяғыда осындай кішкентай балықта келгенде қуырмай осылай қазанға бұқтырып тастайтынбыз. Шешем солай бұқтырып қоятын. Балығымыз турап алдық, енді тұздаймыз. Сонда қанша бұқтырады бұны? Енді піскенше анау елжіреп пісу керек. Жоқ, ауылда. Ой, білмеймін, қанша не алатын. Салып тастайды, таңертең салады, кешке жейтін біз білмеймін. Міне астына май құямыз, бірінші міне астына пияз саламыз, енді балығын саламыз, қатар-қатар. Балығын саламыз тағы да. Міне болды, енді бұршын саламыз үстіне. Сарымсағын, пиязын бәрін салдық. Кішкене міне сарымсақ салып жатырмыз, сарымсақтың иісі шықсын кішкене. Шамалы су құямыз үстіне. Ал мінекей бәрін салдық, енді пешке қоямыз. Міне балығымыз пісті, 2 сағаттай қайнады. Керемет, сүйектер түсіп жатыр. Өте жақсы, әдемі пісті. Керемет, тұзы да тамаша. Сүйек жұмсақ. Тағы да бір екі сағат тұрса, паштет сияқты болып түсіп қалады. Әжемдікі не болды ма? Жоқ, әжемдікі не болды. Мен шешемдікі сүйегіне дейін бұлжырап кетеді. Мүмкін тағы көп ұстау керек шығар, бірақ сүйегі де жұмсақ мінекей. Түсіп жатыр. Тамаша. Осылай істеңіздер мінекей. Тамаша. Тәп-тәтті.